Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Көктемге өте пайдалы витаминге бай салаттың рецептімен бөлісемін. Алдымен бізге осындай фруктылар керек болды. Сыртын ашып тазалап аламыз. Мандаринімізді барлығын бір-бірінен ажыратып, ортасындағы керек емес жерін алып тастаймыз. Ажыратып алған мандариндерімізді дәл видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп турап аламыз. Мандариндерімізді турап болдық, ыдысымызға салып, енді кезекте біз кивиімізді турайтын боламыз. Бізге осындай 4 штук киви керек болады. Кивилардың барлығын кубиктап турап аламыз. Қатты майда қылудың керек жоқ, сулары шығып кетуі мүмкін. Сондықтан дәл видеодағыдай орташа үлкендікте кубиктап турап аламыз. Міне кивиларымызды да турап болдық, ыдысымызға салып, енді кезекте бізге 2 бананымызды дәл киви сияқты кубиктап турап аламыз. Не біз банандарымызды да турап болдық, ыдысымызға салып аламыз. Енді кезекте бізге орташа үлкендіктегі 2 алма керек болады. Алмамыздың ортасын алып тастаймыз, керек емес жерін. Алмамыздың керек емес жерін алып тастадық. Енді алмамызды да кубиктап орташа үлкендікте майдаламай турап шығамыз. Салаттың жасалуы өте оңай әрі витаминге бай. Көктем кезінде күнде жасап жесеңіздер де болады. Өте пайдалы салаттың бірі. Алмаларымызды турап болдық, енді ыдысымызға салып аламыз. Және үстінен 200 мг йогуртымызды құямыз. Қандай йогурт болса да жарай береді. Йогуртымызды құйып, жақсылап салатымызды араластырып аламыз. Біздің салаттарымыз дайын, өте дәмді болып шығады, өте пайдалы. Жасап көріңіздер. Жасалу өте оңай, және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алда сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын.